Мұхамеджан Тазабеков туралы ештеңе жазғым келмей елемейтін болған едім. Бірақ менің жеке парақшама сол кісінің айтқан сөздерін жолдап отырады кейбір достарым. Соған пікірімді жазайын. Өмірде кейбір адамдар қателеседі. Мысалы, дұрыс сөз айтпайды, дұрыс іс істемейді. Қандай қате жасаса да, бірінші адамның абыройы төгіледі. Қасықтап жинаған абыройын кейбір адамдар лезде төгіп алады. Екінші, оған сеніп, қолдап, артынан ерген адамдар абыройларынан жұрдай болады. Үшінші, оның айтқаны дұрыс деп, жалау етіп, теріс жолға түсіп кеткен адамдардың тағдыры бұзылады. Төртінші, сол қатенің кесірінен адамдар мерт болады. Бесінші, сол адамның уағызымен ұлтқа қауіп төнеді. Мысалы, Гитлер қолымен бірде-бір солдатты өлтірген емес, бірде-бір адамның жанын қиған емес. Қателесті ме Гитлер? Әрине қателесті. Әйтпесе суретші боламын, еліме адал боламын деген адам қалай жауызға айналды? Оған сенген, қолдаған, артынан ерген адамдар болғандықтан, Гитлердің идеясын жүзеге асырамыз дегендіктен, барлық жауыздықтар істелді. Гитлерге дұрыс жолды көрсететін, дұрыс бағыт ұсынатын адам болмаған шығар. Бірақ ол Гитлерді кешіреді ме? Кешірмейді. Өйткені Гитлер 1933 жылы 44 жаста еді. Сол кезде ол ел алдында ары таза адам еді. Гитлерді қолдағандарды Нюрнберг соттады. Бірақ олардың істеген зұлымдықтарына кінә бүкіл неміс халқына тағылды. Дауыс берген, мақұл көрген халық болмаса, сондай зұлымдықтар болар ма еді? Халықты қалай соттайды? Соғысты жеңген елдерінің тараптары мен неміс зиялылары халықты нацизм үшін кінәсін арылту, денацификация амалын жасады. Бірінші, неміс халқы күнәсін мойындады. Екінші, халықты нацистердің қылмысымен таныстыру үшін өлім лагерлеріне барып, өз көзімен зұлымдықтарды көруге мәжбүрлейді. Өлтірілген балалардың қабірлерін қаздырып, арнайы жасақталған жерге қолдарымен көшіртеді. Үшінші, арнайы кино түсіріп, сол киноны көрген соң ғана оларға лайықты тағам паёгын береді. Сондай шаралардан өткен ел қатесін қайталамайды. Ал Мұхамеджан Тазабеков өз кінәсін мойындады ма? Одан бұрын сол кінә қаншама ауыр екенін түсінді ме? Кінәнің қылмысқа айналғанын көрді ме? Мына видеодан көргенім, Мұхамеджан Тазабеков 1975 жылы туылған. 2005 жылдары 30 жастағы боқ мұрын бала болғандықтан теріс діни ағымдарды қолдап, радикалды исламды уағыздапты. 2010 жылы 35-тегі орда бұзатын жасында асыл арнаны басқарып, салафизмді бүкіл елге насихаттағаны жай қате екен. Кеше 45 жасына таяғанда асыл арна насихаты сол радикализмнен арылды ма? Дұрыс бағытта ма сол арна? Сирияға кетіп, мерт болған қазақ боздақтары үшін Мұхамеджан Тазабеков кінәлі емес пе? Сирияда қалған, немесе азға мүшелері саудаланған қазақ балалары үшін Мұхамеджан Тазабеков кінәлі емес пе? Қазақтың дәстүрін, құндылықтарын жоюға тырысқан насихаттары үшін Мұхамеджан Тазабеков кінәлі емес пе? Аруақты мазалап, қадірін кетіремін деп жоқ қылуға тырысып, қазақтың рухани санасына балта шапқан үшін
Мұхамеджан Тазабеков кінәлі емес пе? Қазақ бүгін екі тарапқа бөлініп, бірі мұсылман, бірі тәңіршіл болған үшін Мұхамеджан Тазабеков кінәлі емес пе? Тәңіршілдер Мұхамеджан Тазабековтың асыл арна арқылы жасаған идеологиялық терроризміне қарсы тұру үшін пайда болған ағын. Біздің әрекетіміз арқылы бүгін Мұхамеджан Тазабеков өзін ақтап алғысы келеді. Бірақ қалай? Қалай ол оны жүзеге асырып жатыр? Қайтадан өзін қолдаған зиялы сымақтарды жинап, қайдағы бір ел танымайтын бір қарт адамды шығарып, қазақ елінің атынан өзіне бата айтқызып, барлығын аузына қаратып, ақпын дегісі келе ме? Бұл шараға тағы да қаржыны ел жинап берді дейді ме? Мұхамеджан Тазабеков кінәсінен арыламын десе, Сириядан қайтарылған қазақтардың қасында сотталсын. Сол идеологияны жүргізуге көмек еткен меценаттарын сотқа апарсын. Сириядан қайтпай мерт болған боздақтардың ата-аналарының алдында күнәсін мойындасын, кешірім сұрасын. Әр от басына қаржылай көмек көрсетсін. Өтесін күнәсін. Бұл күнәні өтеу үшін өмірі жетпейді Мұхамеджан Тазабековтың. Балалары да өмір бойы сол күнәні мойындап жүреді. Сүрінбейтін тұяқ жоқ, бәріміз сүрінеміз. Бірақ күнәнің салдарын өлшеу керек қой. Жеңіл сөзден кеткен кейбір күнә үшін кешірім сұрайды. Ал Мұхамеджан өз күнәсін одан да жеңіл көретін сияқты. Кешірім де сұрамайды. Ғалымдар адасады, өйткені зерттеу жолдарында ақпарат жетіспейді кейде. Сонда жалған тұжырымды ізінен келген ғалымдар жүйді. Дін ғылым емес, дін идеология. Коммунизм сияқты. Коммунизмнің салдары фашизмнен де артты. Ал Мұхамеджан Тазабековтың идеологиясы коммунизммен салыстырсақ шағын ғана сияқты. Бірақ бір адамның өліміне әкелген жол тәртібін бұзғанды айыптаймыз, ал Мұхамеджан Тазабековтың идеологиясы бүкіл елге асыл арна каналы арқылы тарады. Қаншама ми оланды. Қанша адам әлі де Қазақстанның болашағына қауіп төндіріп тұр. Асыл арнаның соңғы 1-2 видеосын қарадым. Сол видеоларды жасауға не психолог, не педагог қатыспаған көрінеді. Адамдардың мәселесін шешпейді, жай бір-бірін кінәлай береді. Бұл жалған популизм мен дилетантизм. 2017 жылы Абдул Каримов деген джихадист өлтіріледі. Соған қайғырып, Мұхамеджан Тазабеков осы Facebook парақшасында көңіл айтады. 2 жыл арасында Тазабеков сонда таза болып қалып па?